кездесуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер жасайды және баршаға көмектеседі. Александр Николаевич Амос 1823-1866 жылдары өмір сүрген орыс ақыны болып табылады. Офицер қысқы сарайды бумен жылыту жүйесін ойлап тапқан екен. Және Амосов ұшақ үлгісін жобасын ойлап тапты. Біз осылай ұшақ үлгісін салдық. Амосовтың ең жас кезіндегі арманы дәрігер болу еді. Яғни хирург болуды армандаған. Ол жүрек, өкпе емдеу саласымен, ғылыми еңбектерімен, жаңалықтармен бүкіл әлемге, сондай есіммен бүкіл әлемге әйгілі болған. Жалпы біз осы Зейнолла Серікқалиұлының рухани ұлы мұра тақырыбында ерекше өзіміздің шығармашылығымызды арқау еттік. Жалпы заманға сай шығармалар жазып, халқына лайықты бағасын алған көркем сөз шеберлері қазіргі бейбітшілік саясатында жетістіктерінде әлеуметтік игілік мүддесі үшін ғұмырлы туындыларын ұсынған көп ұлтты халықтар әдебиетінде елеулі үлесі бар екенін мақтаныш сезіммен атай алады. Жалпы біз бұл жерде әлемдегі бірлікті көрсеткіміз келді және де ақын жазушылардың шығармашылықтарымен олардың арасында достықтарын бейбітшілік және келісім сарайы арқылы көрсеткіміз келді. Және де адам еңбегінің бұл жерде елеулі үлесі бар екенін көрсеткіміз келді. Сонымен қатар жастарымыздың бойындағы патриоттық сезімін, отанға, туған жерге деген ыстық махаббатын осылай көрсеткіміз келді. Зейнолла Серікқалиұлының рухани ұлыңа шығармасынан үзінді оқи кетсек. Әлем картасы ала-құла, деректер мен көрсеткіштердің өзі әр тілде сөйлейді. Жарық дүниеге дайын біліммен келетін тірі пенде жоқ. Шыр етіп жерге түскен сәттен бастап нәресте үшін бүкіл өмір оқылмаған қалың кітап тәрізді. Еңбектеп, қаз-қаз басып, бірте-бірте тілі шығады. Ер жетіп есейеді, ол ғұмыр бақи осы өмір кітабын оқып өтеді. Біздің салған суретті түсіндіре кететін болсақ, әрбір адам нәресте болып туылған кезде оның бойында түрлі қасиеттер болмайды. Бірақ ол өсе келе өзін жетілдіріп, өзінің таңдауын жасап, әртүрлі есік таңдап, өзінің өмірін ары қарай жалғастырады. Өзінің болашағын таңдай алады. Зейнолла Серікқалиұлының рухани ұлы мұрат шығармашылығынан үзінді. Ізгілік арманының қашанда туы биік, атом қуаты адамға адам зауыттанатын, тамырынан қырқатын қарақшы қаруға айналмасын. Хиросима қасиеті ешқашан қайтарылмасын. Жер, су, ауа, адам еңбегі, ғарыш, бәрі ақ сары қара деп бөлінетін.
адам деген бір-ақ айбынды құдіреттің ортақ игілігі болсын. Міне бүгінгі заманның жыры. Бұл тек жер басқан тірі пенденің ешқайсысы үшін арман болып қалмай, жұмыр жердің төбесіне көтеріп, күн көзіне тура қарап, мөлдіретіп, алақанға салып аялап, көрсететін ұлы шындығына айналсыншы. Зейнолла Серікқалиұлы 1838 жылы 10 ақпанда Атырау облысы Нұржау ауылында туылған. Қазақ әдебиетінің маңдайдың сыншыларының бірі, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі және сын кеңесінің төрағасы. Бұл Саттар Ерубаевтың өз жүрек лүпілі, өз үні. Өмір деген тұңғиықтың түбінде мен жүредім. Өлім деген суық сөздің тілінде мен жүредім. Өмір деген өксігімді баса алмастан жүредім. Бір жабыққан көңілімді аша алмастан жүредім. Бір адамның бір өмірі маған аз ғой деуші едім. Туып, өліп кетуді маған аз ғой деуші едім. Өмір деген өксігімді баса алмастан жүредім. Өнерімнің барлық гүлін аша алмастан жүредім. Бұл романның увентюрасы мәңгілік өмір туралы жыр деп аталады. Рас, Саттар Ерубаев өмірді құр жаған сүйемін деп жырламайды. Өмірді кім сүймейді, бірақ өмірді не үшін, қалай сүюді саттарша айтып кету, екінің бірінің қолынан келе бермесі хақ. Рухани бай, білікті және жан-жақты жетілген адам болуға ұмтылу қажет. Ондай адам өмірде өзінің орнын тауып қана қоймай, табысты түрде кемелденеді. Өзінің бойында бар рухани қасиеттерді сақтайды.